сәлем, менің есімім Салтанат Мұрадова, мен психолог, сексолог маманымын. Бұл бірінші рет, наверное, да? Бұл бірінші рет біздің подкаст түрінде осылай сіздердің сұрақтарыңызға сұрақ-жауап түрінде жауап беруге тырысамын. Осы формат егер сіздерге өтсе, более расслабленный, более естественный түрде жауап бергенім, то ары қарай жалғастыратын боламыз. Иә, вот аудиторияның сұрақтарының барлығын тупой клиент ретінде мен айтып отырамын сізге. И бүгінгі тақырыпты упущенные возможности, өзімді таба алмау, арман менікі ма, менікі емес па деген тақырыпты айтсақ. Вот ең біріншіден, как можно вообще уточнить, арман менікі ма, менікі емес па? Ну, мен ол туралы өзімнің фундамент деген сабағымда негізі айтқанмын. Яғни, өзіңе сұрақ қою арқылы. И техникалардың бірі, өзіме ұнайтын ең оңай техника, ол барлық арман мақсат, примерно барлық демек қой, 50 болсын, 100 болсын, өзіңнің арман мақсатыңды жаз. Әртүрлісін. Майдасы бар, үлкені бар, квартирадан бастап, жаңа галстук сатып алу деген сияқты, или там новые сережки, там золотые, там или простые деген, любой арманға келіп бәрін жазу керек. И соның ішінен қайсысын сен қалап тұрсың, и қайсысын, мысалы, квартира, ол саған дәл қазір керек па, или сен елдің айтқан үшін, мамаң саған айтқан үшін, ата-аналарың сені қинаған үшін, или престиж болу үшін, машина деген сияқты нәрселер не үшін керек, даже вот со сырға не үшін алайын деп жатсың, қатты ұнап қалған үшін ба, или бір стилист айтты, что осы сырға әдемі барлық жерге жарасады деген үшін ба. И сол өзің личный фильтрдан өткізген кезде, әр арманның қасына мынау маманың қалауы, мынау папаның қалауы, мынау подружкамның қалауы, что кейде солай болады, потому что біз жақсы көретін адамдарға біз жақын болғымыз келеді, соларға жаққымыз келеді, соларға ұқсағымыз келеді. Себебі психологияда мынандай нәрсе бар да, адам өзін ұнатқан адамның привычкаларын қайталайды, іс-әрекет, жест, то есть сөйлескен кезде NLP-дің техникасының бірі, қарсыңда отырған адамды егер өзіне NLP деген нейролингвистическое программирование. Психологияның қазір уже бір тармағы ретінде дамып кеткен NLP. Сол жерде былай деп айтады, егер сен қасыңда отырған адам саған симпатия болып, саған ашылғанын, саған доверять еткен қаласаң, сол адамның іс-әрекеттерін, сөзін, жестерін қайтала дейді. И сол кезде ол, мысалы, сен маған автоматически симпатичный, жақын болып көрінесің. Сол сияқты біз жақсы көретін адамдарымыздың арман мақсаттарын өзімізге алып алу арқылы біз сол адамға жақынырақ болғымыз келеді. Біз оны өзімізге оны жақсы көргенімізді көрсеткіміз келеді. Мысалы, маған, допустим, жаңағыдай алтын сырға қызық емес болуы мүмкін. Вообще мен жалпы бижутерия, сырға, алтын дегенге қызықпауым мүмкін. Бірақ мен подружкам қатты жақсы көріп, сүйіп, тағып, прям мынаны шаға алдым, мына жерден алдым, мына киіммен тағам деп бүйтіп жүретін болса, біз жақсы көретін подружкам. Мен сол қызға жақын болу үшін соның істеген іс-әрекеттерін автоматты түрде жасай бастаймын. Есі кезде мен сырғаны аламын ғой, мен сол подружкам барып көрсем, қара, зацени, қалай ұнады ма деп, сіз жаңағы подружкам айтатын, саған это менің армандап жүрген сырғам ғой, қайдан алдың? Мынандай жерден, шаға деп, біз уже сол қыздың одобрениесін алып жатамыз да. То есть көптеген армандар, көптеген мақсаттар, көптеген қалаулар, ол тікелей біздік емес, біздің айналамыздағы біз жақсы көретін, біз үшін бағалы, біз өзіміз сол кісіге ұқсағымыз келген адамдардың қалаулары болып шығуы мүмкін. Бірақ ол жақсы емес па? Мысалы, я помню, мектепте оқып жүрген кезде менен сұрады да, Маржан қандай шетелге шыққың келеді деп. И сол кезде мен, честно, не айтатынын білмедім, өйткені шетелге шығып көрмегенмін, мен айналамда болмады. Шетелге шығуға болатынын білмедім сен. Шынымен ана кісінің алдында ұялмау үшін, типа, Сингапур дей салдым да, например. Потом ойланып қалдым, почему я так сказала, потому что бір ютубтан көрген екен, біреу Сингапурға барыпты деген секілді. Но қазір енді ойланып жатырмын да, типа, анаған барғым келеді, Турцияға барғым келеді деген секілді, но қазір ойласам, біреуден көшіріп алған да жақсы секілді ма деп. Да. Яғни мен оны жаман деп айтып жатқан жоқпын. Бұл жерде, мысалы, біз бұл сұрақ не үшін көтерілді? Арман мақсат қайсысы менікі, қайсысы менікі емес деген сұрақ болған үшін. И шын мәнінде қайсысы орындалады? Менікі болған, мен қалаған. И егер де, мысалы, біз жаңағыдай сен айтқандай
мысалы біз ауылда өскен болсақ, біз бәріміз вообще ауылдан шықтық қой, ауылда өсіп Сингапур не екенін білмеуіміз де мүмкін, вообще естімеген де болуымыз мүмкін. И это нормально. И сосын өсе келе мысалы бір әдемі бір программадан, ютубтан, кинодан бір жерден көрдің да, деп соған ғашық болып қалдың да, то есть қалап тұрсың, яғни ішіңнен сезім оянды, то есть тебя это торкнуло дейді ғой, то есть какой-то вот внутри жүрегің жауап берді сол нәрсеге, Сингапур деп ше, то есть сол жерге барғым келеді. Вот это уже сенікі болып қалады, потому что это тебя зацепило. Если, например, подружкаң жаңағы сырға анау сағат жақсы көреді, сен жақсы көрмейсің, бірақ бір затын көрдің да прям ғашық қалдың, ана сағатты қайдан алдың деп ше, это уже твое, то есть она могла это одевать, а ты у нее увидела и ты захотела. Или, например, атақты блогер или какой-то жұлдыз, мысалы сол кісінің несін туфлиін көрдің да, и сен мысалы сол туфлиді сен біреу просто витринада көрген кезде сен қасынан өтіп кетуі мүмкін, бірақ сол кісі киіп аяғында әдемі тұрып сосын ол айтса, ой, это пәленше, мысалы Джимми Чу или там бірдеңе деп жаңа маркасын айтса, соны маған ұнатып бүйтіп іздеп тұрып алған туфлиім деп бүйтіп хикаясын айтып берсе, ол сенің жүрегіңде уже какой-то бір ерекше сезім тудырып атса, значит, ол да сенің қалауың болып қалды в тот момент. То есть вообще задача выяснить мое, не мое, и почему не мое не сбывается. То есть көбінесе біз бүйтеміз ғой, мысалы біздің мама папалар айтады, үй алып қой, үйлі бол, машина ал, там бір какой-то материальный нәрселерді бізге айтады, олар әрине біз жақсы көрген үшін айтады. Потому что жылдан жылға үйлер қымбаттап бара жатыр дейді, иә. Қазір алып қойсаң, хотя бы кейін болашақта как минимум сатасын выгодно, или тұратын жерің болады, қаңғырып қалмайсың деп бізге жақсы көріп айтып атады ғой ол нәрсені. Бірақ бізге оның сондай ішкі мотивация болып өзіміз қаламағанша сол үйді ол үй бізге келмейді. Вот осы туралы менде болған кішкентай кезімде бір ситуация болған. Енді мен көмектесе алмаймын ғой, кішкентаймын. Вот мен сосын мама айтатын маған, Маржан, сен бастық бол, сен бай бол, сен бүйтсең сөйтсең, адамдар саған осындай отношение жасайды, сосын сен уже қолыңда власть болады, так скажем, сосын сен көмектесе алатын боласың деп. Оказывается, после этого менде қатты миымда қалып кеткен да, менде ақ машина болу керек, кроссовер болу керек, сосын мен бір политикада болуым керекпін, қолымда власть болуым керек деп. Но потом ол маған түсіндірді да, сенде ол кішкене травмадан келген, не үшін сен властьқа қарай, политикаға талпынып жатсың деген кезде, оказывается, это не мое, политика менікі емес екен да. И анда көп энергия алып қояды, во-первых, во-вторых, ол менікі емес. Мен түсіндім, когда маған біреу байлап берген екен, сосын мен оны жібере салдым да, менікі политика емес, менікі осындай больше социальный өмір екен деген секілді. Смотри, сен жібергеннен ішіңде қандай сезім болды? Өкініш или сонша уақытты осыған арнадым деген ой болды ма? Вот. Қуаныш бандай. Вот, облегчение. Вот. Когда человек отпускает не свое и к чему он стремится через травму, он идет туда очень тяжело, и когда он ее отпускает и жібере салған кезде ол жеңілдейді. Ал если все-таки жаңағыдай Сингапур деген сияқты біреуден көрдің, қаладың, ол басында сенікі болмады, бірақ сенде ішіңнен сезім оянды ғой, и сен қалап тұрып істеген нәрсе, это вот как раз істегеннен кейін саған жеңілдік береді. Жолы саған оңай әрі бүйтіп андай қиыншылықтары қанша болса да оған төтеп беруге дайын болып тұрасың. Ал когда біреудің ойы, біреудің қалауы, мысалы сен бұл жерде мамам менің осындай болғаным қалады, мен мысалы политик болған кезде мамаға келемін де айтамын, мама, видела? Понимаешь? Сен артқы ниетің, о, мен политик болдым, менің там, допустим, властым бар, мен мынандаймын деп айту үшін емес, сен соңында оны мамаға келіп көрсету үшін. Понимаешь? А вот, например, Сингапурға барып келгенде сен ешкімге көрсетпесең де, сен іштен бақытты боласың, потому что это ты хотела, сенің арманың орындалды. Қазір көбісінде сол проблема ғой. Біреудің үмітін ақтау, ата-ананың үмітін ақтау, күйеуіме жақсы көрсету, подругам алдында бүйту деген секілді. И өзімді табу деп көп айтады. Енді вообще трендовый тема ғой, өзімді табу деген нәрсе. Сөйтсайға да барады, галопты тапсырып жатыр, психологқа да барады, шегеге де тұрып жатыр деген секілді. И бірінші способ армандарын жазу, екінші способ ол травмасын выявлять ету. Я, мне кажется. Нет, скорее всего, армандар менікі емес деген көргеннен кейін, көз жеткеннен кейін уже ол армандар списоктан шығады. И ішінде обычно өзіне ұнайтын, и так өзінің армандарының ішінде былай басынан асып кеткен арман болмайды.
понимаешь? То есть, например, жаңа сен политик болу деген, ол сенің, по сути, типа, болмысыңда жоқ, и басына асып кеткен нәрсе болып тұр да ол. И поэтому сен соған вроде стремишься, но ты понимаешь, что тебе очень сложно это дается, потому что у тебя бойыңда кейбір қасиеттер жоқ, немесе кейбір көп выгорание болады, қиналып жүресің да оған через силу, через сопротивление. А когда сен өзіңнің арманың болсын, ол қандай болсын, қаншалықты үлкен болсын, неважно, сен Қазақстанда политик емес, например, всемирно знаменитый писатель болу даже арманың болсын, одан да үлкен болып көрінетін, то есть масштаб бойынша. Бірақ саған ол жеңіл келеді. Потому что сенің бойыңда соны жасайтын уже потенциал бар. Ну, мысалы, мен қазір, я могу сказать, что мен өзім призванием таптым деп ше. Но былай қараған кезде, қарайсың ғой қалай болды дегенде, мен журналистиканы да көрдім, мұғалімде болдым, сатып көрдім, бизнесті де примерно бастап көрдім. Ең сонда пиар, оказывается, Инстаграм, социальный өмір екен да менікі. Бірақ басқа адамдар келеді да, көп естимін подругаларым арасында, вот кулинария очень хорошо получается, но маған ұнамайды дейді. Мұғалім болу да жақсы келеді қолынан, бірақ ұнамайды. И андай олар депрессияға кіріп кетіп жатады. Менікі сонда не айналысатын нәрсем деп. Олар қалай табу керек вообще адамдар, то что өзінің призваниясын? Негізі кезінде мені Алматыға кітап жазуға шақыртқан. Қолынан жақсы келді, бірақ ұнамады. Честно, это было, то есть, мысалы, все такие, вау, сен кітап жазатын неде редакцияда істеватсың ба, это же круто дейтін да, а мне это не казалось круто. Я такая, ну да, это обычная, работа. И мысалы даже мен кішкентай бір брошюркамда шықты орыс тілге дайындық деген ЕНТ-ға арналған, я. Бірақ мен оны туралы ешқайда айтпаймын. То есть это не то, чем я горжусь, потому что я не хотела это делать в тот момент. И я таких людей прекрасно понимаю. Я сразу скажу, ондай жерден кету керек. То есть, смотрите, это мынандай сөз бар ғой, мысалы, жаңа кроссовки алғың келсе, ескі кроссовкиді беріп тастау керек или тастау керек. Сатып жіберу керек. Короче, каким-то образом орынды босату керек та. И сен бүйтесің, менің арманым бар, менің арманым бір өзім қалайтын, кайфовать ететін жұмыс табу дейсің да, но ты продолжаешь, например, насиловать себя на нелюбимой работе, где ты плачешь каждый день. Именно плачешь. То есть, и пока ты батылдық тауып өзің сол нәрседен бас тартпағанша, саған қалаған нәрсен келмейді. Сонда мысалы кулинария жасай алады, бірақ ұнамайды, жасамы тоқтап тастасын. Бірақ дальше қайда барадың білмейді ғой ол. Но обычно жолы ашылады өзі. Сен жолға шық, өзі жолға шық. Жаңа кроссовкиге жол өзі ашылатындай, сол сияқты жаңа неге жол спокойно ашылады. Мысалы, мен қандаймын деп көп сұрайды ғой, еще задай вопрос, опиши меня деген секілді қылып ша. И Сюцайға барамыз, галап тапсырамыз, қаншалықты вообще дұрыс? Или не? Не, әрине бұның бәрі инструмент қой, өзін танудағы инструмент. Это такой же инструмент, как арт-терапия, это такой же инструмент, как барлық инструменттер, и адамдар әртүрлі болады. То есть, мысалы, бәріне бірдей галап қатты әсер етеді деп айта алмаймын. Бәріне бірдей жаңағыдай астрология әсер ете алады деп айта алмаймын. Бәріне бірдей, мысалы, бірақ біреуге прям қатты, прям бүкіл, как будто у меня весь мир на полочке встал, все стало понятно деп айтып жатқан адамдар бар. То есть тип мышления у людей, который более восприимчив к одному и менее восприимчив к другому. То есть психология барлық адамға бірдей жаға береді деп айта алмаймын, потому что есть такие люди, которые психологиядан бөлек басқа нәрселерді оңайырақ түсінеді, чем психологияға қарағанда. И әркім өзінің тілінде түсіндіретін нәрсе тапса, өзін тануда, вот соны қолданған дұрыс деп ойлаймын. То есть, мысалы, біреудің подружкасы келіп, мен галап тест тапсырдым, все, мен 100% өзімді таныдым, түсіндім, и все, мен сол арқылы мынандай нәрсе бастап кеттім, и қолымнан келеді, и жақсы көремін деп айтуы мүмкін. Бірақ, мысалы, басқа адам барып, тура сол галапты тапсырып, одан да мықты информация алса да, ну и что деп жүре береді да. То есть, мысалы, Қытайға ағылшынша сөйлесең, деп түсінбей отырса, просто жай ғана бір әңгіме болады, бос әңгіме болады, сол сияқты. Өзін таппай жатырмын дейді да, соның айналасында болып жатыр ғой тема, и депрессияға кіріп кетеді. Скажем, бір адам бар, Айнұр деген қыз, ол депрессияда жүр, өзін таппай жүрмін деп, оған қандай совет айтатын едіңіз?
Вообще негізі депрессия деген өткенде де айттым, по-моему, видеоны тағы айта кетейін. Депрессия деген ол оңай нәрсе емес. Депрессия кезінде ол психиатрическое отклонение. Онда біздің айтып жүрген Біз депрессия. айтып жүрген нәрсе ол депрессия емес, ол кризис. То есть депрессия, қандай адамдар депрессияда, например, үлкен өмірінде бір үлкен қиын жағдайдан өтті. Мысалы, біреу қайтыс болды, немесе бір үлкен ДТП или авария, терроризм сияқты жаман бір қиыншылықтардан өтіп, сол адам просто аспанға қарап, бетіне төбеге қарап жатады, тамақ жей алмайды, бүгін түн ба күн ба білмейді, қашан ұйықтады, қашан тұрды. То есть у него очень сильное помешательство в сознании. То есть этому человеку нужна обязательно психиатрическая помощь и корректировка даже лекарствами, такими тяжелыми лекарствами. Депрессия оңай нәрсе емес. Біз айтып жүрген нәрсе, стресске кірдім, депрессияға кіріп жүрген деген нәрсе, ол кризис. Кризис – это когда вот ты идешь, то есть как будто өмірді мынандай бір ступенька, баспалдақтар сияқты бүйтіп елестетсек, бір баспалдаққа шықтық каким-то образом, секіріп, там, тырманып, да, баспалдақпен келе жатырмыз, келесі баспалдаққа келіп тіреліп қалдық, то есть стенасына. Наша задача сейчас подпрыгнуть и запрыгнуть выше и идти дальше. То есть от одного там квантового скачка до другого, то есть такой период, то есть это от одного кризиса до другого, по сути, мы живем. И, мысалы, кризис 3 лет, кризис 7 лет, кризис там подросткового возраста, ары қарай уже там тағы да среднего возраста деп ары қарай кете береді. И өмірде жалпы, мысалы, үйленгенде бір кризис болады, то есть тұрмыста, да, одан кейін бірінші бала туылғаннан кейін бір кризис болады, екінші бала туылғаннан кейін декрет бар, ата-ене бар, белгілі бір этаптардан өтеді ғой. Яғни вообще біздің жалпы өміріміз жаңа ступенька сияқты бір секіріп белгілі жерге өткенге дейін это работает, потом это не работает. И когда это не работает, мы қиналып қаламыз, вот соны кризис деп айтамыз, да, негізі. Типа депрессия деп айтып жүрген нәрсеміз сол. Қуану керек ода. По сути, значит, дальше нужно прыгать вверх. Сол кризисті өткізе алмаған, уақытылы өткізе алмаған адам застой болып қалған кезде, ол, короче, как будто у него ощущение, как будто все идет вперед, а я стою. Или вот бірдеңеден құр қалып бара жатқан сияқтымын. То есть почему? Потому что он вот здесь вот стал, и қасындағылардың бәрі секіріп уже төбеге ары қарай кетіп қалды, а ол не істерін білмей тұр, да, мына жерде. И в тот момент желательно, и обычно человек справляется сам, но когда он не может справляться, желательно помощь получать. То есть это специальная помощь, либо вот психологи, либо хотя бы разговаривать с подружками, делиться состоянием. То есть как-то вот проживать вот это состояние кризиса, находить новые решения и идти вперед. Вообще, негізі былай ойлаған кезде көбісі осы 22-23-те болады деп ойлаймыз өзімді табу деген, но үйленгеннен кейін де декреттағылар да өзімді таба алмай жатырмын, жоғалтып алады өзімдігін, 50-60-та да не істеп жүрмін деген. И вот қазір өткенде еще бір танысымен кездескен кезде 25 жаста былай қарасаң өте көп нәрсе тындырып тастаған, сыртынан қарасаң успешный успех деп айтасың, бірақ алып сөйлескен кезде я потерял себя дейді да. И потом ойландым, оказывается, ол да түсінді да, бір обновление периодтар болып тұрады екен, оказывается, бір уровеньді жетесің, сосын ол бітеді, жаңа тақалдың стенкаға, и ол квантовый скачок дальше уровень керек болады. Значит, зона комфортынан шығып жатсың, и келесі бір новый уровень бар, и ты должна вот эту вот ступеньку подняться наверх. Да. Наоборот, қуану керек, онда депрессивный, стрессовый периодтарда. Кризисный периодтарда. Да. И мындай сұрақ маған негізі қатысты. Қыздарда көп проблема ғой, өзімді таба алмай жүрмін деген нәрсеге тұрмысқа шыққанға дейін тауып алған желательно ма, либо это қатты бір фактор емес па? Бұл жаңа өзің айтқандай индивидуальный нәрсе. По сути, негізі бізде біткен ғой, типа, жизнь разделена на какие-то промежутки, типа школьный возраст, универ, замужество, дети, там 50 лет, и сияқты внуки, и там пенсия. То есть адам өзіне өмір түсінікті болу үшін белгілі бір андай критерийлерге, там нелерге, уақыттарға, замандарға бөліп қояды. И примерно сол замандар как будто дедлайн сияқты. Как будто мен 18-ге дейін мектеп бітіруім керек, 23-24-ге дейін мен универ бітіруім керек,
одан кейін 25-ке дейін тұрмысқа шығуым керек, сразу желательно бірінші баламды туып тастауым керек, одан кейін 30 жасымда біз уже үй алуымыз керек, примерно ғой, расчет бойынша. 40 жасында мен уже там балаларым неге шығып, мен, может быть, там кәсіп бастаймын, или бүйтем, или сөйтем, то есть 40-та уже мынандай там путешествовать етіп жүрген адам болуым керек. Это, конечно, некоторым это помогает, когда ставишь дедлайны и когда думаешь, что вот так и должно быть по-твоему. Но мы забываем, что не всегда все идет так, как ты хочешь, потому что есть другие люди. Мысалы, сенің пландарың саған тікелей саған ғана қатысты емес. Ол, мысалы, күйеуің болса, ол сол жігіттің қалауы болу керек еще, с твоим совпасть, да, например. Бала болса, балалы болу тоже саған тікелей қатысты емес. Ол баланы Аллах тағала береді. Одан кейін үйлі жайлы болу желательно, әрине әрекет етсең болады, бірақ опять же кейбір шарттарға, кейбір жағдайларға байланысты ол болмай қалады. Поэтому я бы сказала, что если ты до какого-то дедлайна что-то не успел, это не значит, что все дальше идет бүйтіп қирап бара жатыр деген сөз емес. То есть жаңа универде не еді бірінші защитаға дейін предзащита, бірінші предзащита, екінші предзащита деп, то есть бір дедлайндар қояды ғой, чтобы не бітіріп үлгергенше. Сол сияқты, егер осыны бітірмесең, ты не сдал деген сөз емес, да? То есть универде, да, это четкие сроки, потому что там работа, там идет схема, да, людей, это система целая. А в жизни нет такого, что ты до 30 лет, если не вышла замуж, что все пошло там кувырком. Или если ты там до 30 лет не родила, то все, будто сен старородящий, и ничего у тебя не получится деген сөз емес. Өмірде барлық нәрсе индивидуально. Бір адамның өмірі ешқашан екіншісіне 100% ұқсамайды. И барлық адамдар өзінің потенциалымен, өзінің духовный состояниесімен, өзінің психологический, ментальный здоровьесімен должны заниматься всегда. До замужества 100% проработать себя не получится. Сразу скажу. Почему? Потому что вообще в любой момент ты проработаешь детские травмы, а получишь вот здесь травму. То есть, по сути, ты никогда ни от чего не застрахована. Но твое желание саморазвиваться, вот это самое главное. Да, это может быть где-то проработка с психологом, да, это может быть где-то просто курсы, обучающие, то есть ты идешь учиться на маркетинг деген сияқты, да, да, где-то это может быть там твое такое резкое желание в 30 поступить в магистратуру, да, это может быть где-то твое желание в 40 открыть собственный бизнес, это тоже саморазвитие огромное, или там ты хотела ребенка там, не знаю, в 45 родить, а ты такая, нет, я передумала, я рожу его сейчас, да, например, или вот сондай сияқты постоянно даму үстінде болу гораздо важнее, 100% проработать все свои травмы и оказаться нетравмированным единственным человеком на свете невозможно. Застраховать себя от травм тоже невозможно. И нам остается только жить. Что делает психология вот в том понимании, которое я несу? Она облегчает жизнь. И это не обязательно, то есть без как шихылдатып адамды до блеска не натираем. То есть, понимаешь, человек приходит к нам с каким-то запросом, мы решаем только этот запрос, потому что жизнь, она настолько огромная, то есть невозможно, человек просто тебе свою жизнь рассказал и сделай из меня там куклу Барби, типа айталмайт. Мы не пластические хирурги, да, то есть из любого лица сделать там какое-то там, которое как на Джей Ло или там на Джоли похожее. Просто человек приходит с каким-то запросом и говорит, мне здесь плохо, мы это решаем. Потом он уходит, приходит с другим запросом, говорит, а теперь мне здесь плохо. И мы просто помогаем. То есть психологи, они не волшебники. Они не делают там адамның бетін алып, басқа бет салып бермейді, жүрегін алып, басқа жүрек салып бермейді. То есть это все остаешься ты. Но ты просто убираешь колючки, которые тебе прямо сейчас мешают жить, прямо сейчас тебе очень больно. И вот после того, как ты убираешь, ты как будто бы свободнее двигаешься, как будто ты легче живешь. Вот такое вот состояние берет психолог. Қатты жатып қалды сөзіңіз, надо просто жить деген. Мен просто потому что сен фундаментті да оқыдым, мозаиканы да оқыдым, 12 жеке консультацияда сенімге толы жан. И вообще
осылай әңгіме айтқанның өзінде де түсінген нәрсем, тревожностьті просто надо убрать, оказывается. То есть расслабленный состояние бар ғой, жеңіл кайфпен шынымен бүйтіп енді бәрін жібере салуда емес, болатын нәрсе болады деген секілді, просто бір әрекетін жасап жатырсың, бірақ өмірін рахат бір сондай состояниеға жеткізді. Курстарыңыз болсын, сондай әңгімелер де болсын. Сол үшін негізі осы подкасттың да мақсаты басқалардың да сол состояниеға жету ғой. Расслабить, да, людей? Еще байқағаным, сол рахат сезіммен өмір сүріп жатқан кезде, рахат бір әрекет етіп жатқан кезде көбірек нәрсе қолымнан келе бастайды екен. Да. Еще кайф ала бастайсың да, мә, күшті екен ғой деген секілді. Жұмыстан да, жаңағы өзің жасап жатқан жұмыстарынан да, ақша алып жатқан жұмыстарынан да. И вот сол үшін келесі тақырыпты осы состояниеға арнасақ, либо ақша деген темаға арнасақ. Классно. Я сол үшін комментарийға жазып кетсе, барлығы қандай тема қалайтынын, қандай теманы естігісі келетіндігін, и сіздің күшті темаларыңызды еститін боламыз. С удовольствием. Я готова делиться постоянно, потому что негізі көп нәрсені былай бір курста или бір сториста ашып айту мүмкін емес. Осындай формат негізі ыңғайлы, как раз бір тақырыпты кәдімгі бүйтіп жайып айтқанға, и вот дұрыс жағынан адамдардың ойын пікірін қалыптастыруға негізі жақсы сияқты. Негізі бұндай формат еще ана нәрсеге жақсы да, біз курс аламыз дейді, бірақтан өзінің травмасын білмейді, либо өзінің диагнозын білмейді, самый элементарный. И осындай подкасттар арқылы ана менікі ғой, либо осындай нәрсе менде бар ғой деген секілді естиді да, өзінің диагнозын анықтайды, и дальше курс терапияларға сол диагнозын емдеуге бір дайын запроспен. Сол үшін побольше просмотр жинау керек деп ойлаймын осындай нәрселер. Таратсын онда. Поделитесь. Колокольчик, лайк, коммент прям көп болатындай. Все. Рахмет. Пока.